Так, жақсы достар, бастайық ендеше 32-ші сұрақ. Электр энергиясының 99%-ын СССР-дан алатын ел. Жауап қайсысы? Чатқа жазып жіберіп алайық, сосын соны белгілеп тастайық. Бұл бір зачет қой, кәдімгідей нақты келген. Е. Жоқ, 99%-ын алатын Жапония емес. Ол бізде Норвегия. Әлемде жалпы 99 СССР-дан алатын мемлекет, ол бізде Норвегия. Зачет қой, анық. Осы су электр станциясы, АЭС дейтін варианттар болды бір ретте. Естеріңізде ме? Сол кезде Францияға қатысты АЭС дейміз, ал осы Норвегияға қатысты СС дейміз. Осындай нәрсе бар, иә. Жақсы. Одан кейін келесі сұрақ. Чехияның ірі автомобиль кәсіпорындары. Енді жалпы енді оңай дегенде, егер сіз көліктерді танып білетін болсаң, в принципе оңай. Бірақ енді былай жекелей келетін болсақ, кішкене сәл жаттау керек. Қайсы деп ойлайсыздар? Чехияның ірі автомобиль кәсіпорындары. Біз бұған дейін қателеспесек, Татраны бір сабақта талдаған болатынбыз, иә. Осы Чехияның жүк көлік автомобильдерінің ірі кәсіпорны. Сосын Шкода дейтін марканы білетін шығарсыздар, иә. Осы Чехияда шығады ғой Шкода, яғни Қазақстанда тоже коллаборациясы бар. Осы Шкода мен қазақстандық Казавто, жалпы осы екеуінің арасында өндіріс ретінде қалыптасқан. Жалпы енді бірақ осы жауап ретінде осы варианттарды қабылдаймыз. Қалған Volvo, Ford, Chrysler, Fiat ол Италиянікі, Chrysler қателеспесем ақш-тікі, Ford ақш-тікі, Volvo ол Германиянікі ме? Сондай болу керек, иә. Жақсы, 34. Солтүстік орман белдеуіндегі ағаш сүрегін дайындайтын елдер. Так, енді біріншіден солтүстік орман белдеуіндегі елдер табылу керек. В принципе, бәрі солтүстікте орналасқан. Ал енді қайсында ағаш сүрегі дайындалады? Осы сұраққа жауап беру керек бұл, иә. 34. Біріншісі ол бізде Ресей, әлем бойынша көшбасшы мемлекеттердің бірі. Одан кейін Швеция. Одан кейін мына Канада мемлекеті тоже әлемде ағаш сүрегі дайындау бойынша, ояқта үйеңкі дейтін ағаш бар, сол бойынша жалпы топ мемлекеттерге кіреді. Демек, солтүстік орман белдеуінде ағаш сүрегін дайындайтын мемлекеттер Канада, Ресей, Швеция елдері. Жақсы. Одан кейін келесі сұрақ. Кетіп тастай берейін. Жүзім басым өсірілетін елдер. Шарап өнеркәсібі, иә. Жалпы оңай сияқты меніңше. С-ды дұрыс. Франция және Италия деген жауаптар бізде. Әлемдегі енді осы мемлекеттер жалпы жер орта теңізінде қоршай орналасқан мемлекеттерде жүзім шаруашылығы әлемнің топ болып есептеледі жалпы, иә. Жақсы, өнеркәсіп салаларын сәйкестендіру. Өнеркәсіптің ескі саласы. Қайсысы? Мына жерде ең ескі 36-та. Дұрыс. Бу машинасында сол. Ол 1640 жылдар жасалған алғашқы пойыз бар. Бу машинасы деген пойыз ғой, кәдімгі бумен жүреді дегенде қылып істелген. Ал енді микробиология ше, өнеркәсіптің қай саласына жатады? Енді мынандай сұрақ қой. Экономикалық географияда өнеркәсіптің түрлері бар. 4 түрі бар. Ескі, жаңа, ең жаңа деген секілді, дамушы деген секілді варианттар бар. Ал бізде микробиология, ол бізде С немесе Д дейді. Ең жаңа ғой, дұрыс. Микробиология ол бізде жалпы өнеркәсіптердің ішіндегі ең жаңа саласы болып табылады. С. Дамушы деген вариант жоқ, деймін, қателеспесем тағы бір түрі бар. Жалпы осындай өнеркәсіптің түрлері бар, иә. Жақсы. Одан кейін келесі. Географиялық терминдерді дұрыс қатар бойынша сәйкестендір. Шекаралар зерттейтін ғылым. Енді мына жерде бір қателесуге болады, лимология мен лимнология дейтін екеуі
өте жақын, иә. Бірақ біз осы уақытқа дейін екеуінде бірақ екі түрлі ғылым. Біреуі шекаралар зерттейтін ғылым, біреуі көлдерді зерттейтін ғылым. Так, біріншісі қайсысы? Лимнология дейді. Жақсы. Так, вариант енді қайсысы болатынын айтайын. Мына жерде жалпы шекараларды лимнологиялық зерттейтін. Так, ал аккреция ше? Аккреция дегеніміз шағын мемлекеттері құрамына қосып алуы, ұлттық шекара ашылуы, мемлекет аумағын құрлық пен табиғи техноген жолымен ұлғаюы, ғаламнан берісін әлемдік қаржы топтарының қызметіне қарсылық. Так, Д деген вариантты алып тастайық, себебі Д варианты вообще келмейді. С-да ұлттық шекаралардың ашылуы келмейді. Тек мына жерде бізге вариант ретінде А мен В-ны талдау керек ғой көбірек. В дейді. А бұл сен бүгін атып отқан жоқсың вообще. Аккреция ол бізде мемлекет аумағының жалпылама техноген немесе табиғи жолымен қосып алуы өзіне. Ойбай, үлкеюі деген ғой. Жақсы. Так, келесі. География аймақтар деген. Мынау аккреция дейтіндер бар ғой, мына неде тұр. Шекараларды мемлекеттер туы қосылып кетті. Одан кейін сот арқылы бөліп алуы, одан кейін манағы сатып алуы деген секілді елдердің нелер бар, рөлдер бар. География аймақтар сәйкестігінде дүниежүзінің ең үлкен тау мұздығы қайсысы? Аляска тауында орналасқан, Аляска тау жоталарында. Дүниежүзіндегі ең үлкен тау мұздығы. Флинт Маунт үңгір ғой. В. Флинт Маунт ол бізде үңгір, иә. Хаббард. Әлемдегі ең үлкен тау мұздығы ол Хаббард, иә. Аляскада орналасқан. Ал Калимантан, Суматра аралдарында орналасқан нүкте. Яғни Евразия материгінің бір шеткі нүктесі, яғни нақты айтқанда оңтүстік шеткі нүктесі осы Калимантан, Суматра аралдарында орналасқан. Қайсысы? Или деген вариантты алып тастаңдар, Дежневті алып тастаңдар тоже. Енді Дежнев ол бізде шығыс шеткі нүктесі болып келеді. Мына жерде Пиай, Рока, Дежнев ол біздің осы Евразия материгінің шеткі нүктелері. Дұрыс жауап қайсысы оқса? Чатқа жазып көрейік. В, С. Осы екі варианттың бірі бізде. Мен сіздерге бізде Рока қайсысы, Пиай қайсысы? Бізге оңтүстік шеткі нүктесін табу керек. Или немесе мен сіздерге былай көмектесе алайын. Алпы принципе Евразия материгінің шеткі нүктелері деп көрсетейік. Жақсы. Дауыс өшіп тастасаңдар, иә, бірден, иә. Так. Міне, оңтүстігінде Пиай мүйісі, міне Малакка түбегі, иә. Одан кейін батысында Рока, шығысында Дежнев, ал солтүстігінде Челюскин мүйісі орналасқан екен, иә. Сәйкесінше дұрыс жауап бізде Пиай болады. Так, одан кейін келесі, белгілемей қойын, принцип айтып жатырмын ғой, иә. Уақыт алады. 18-ші слайд. Ғалымдардың атқарған қызметі бойынша Альфред Вегенердің зерттеу әлемге жалпы Альфред Вегенердің бір өте жақсы қосқан үлесі бар. Ол қандай теория ұсынды? Одан кейін екіншісі Алисовтың атқарған қызметі. Жауаптарды қарастырайық. Бірінші. В дейді. Көрейік, иә? Иә, дұрыс. В. Литосфера тақталардың қозғалу теориясын ұсынды, иә? 2 және 5 сантиметр қозғалады деген теория бар. Осы Альфред Вегенердің теориясы. Ал Алисов бізде әлемде 13 климаттық бөлігі. Мына бөлдік қой, экватор, оның үстінде үстінде астында және субэкватор, одан кейін тропик, субтропик, қоңыржай, субарктика, арктика деген санаған кезде 13 климаттық бөлігі бөліп берген, иә. Так, соңғы сұрағымыз қалды. Гидросфера бөліміне сәйкес дұрыс тұжырымдарды сәйкестендір. Дүниежүзілік мұхиттың орташа тереңдігі. Жалпы мынау енді кәдімгі кітапта нақты санмен бар. Жалпы дүниежүзілік мұхиттың орташа тереңдігі қанша? 11-22 вариантын алып тастау керек, себебі ол бізде
мүлдем қабылдай алмаймыз, себебі ол бізде дүниежүзілік мұхиттың ең терең нүктесі, иә. Ал енді 7800 дейтінде де вариант ретінде қарастыра алмаймыз, себебі енді орташа тереңдігі оңайға келмейді ғой. Бізде 3500 бен 3700 арасында таңдау алу керек, иә. Жақсы. С варианты бізде мұхиттың орташа тереңдігі 3700, ал 729 қай, мына осы 4 шыңғыманың қайсысынікі? Иә, дұрыс. Зонд шыңғымасының ең терең нүктесі осы 7729. Жақсы, енді бүгінгі осымен сұрақтардың бәрі аяқталды. 40 сұрақ талдадық. В принципе, оның ішінде сәйкестендірулері. Ал мынау кешегі бұтта келген жиынтық геокалория негізінде өте көп сұрақ келіп жатыр. Өйткені оқушылардың сұраған күннің өзінде де. Біріншісі пайыздар келіп жатыр оқушылар. Өте дұрыстап қараңыздар. Ана 0,20, одан кейін 20-40 деген секілді. Одан кейін сол сұрақтар жақсы. Дұрыс айтқанда солар көп келіп жатыр. Одан кейін мына кестеде қасында қалалар бар ғой, қандай қауіпті деңгейі деген секілді. Соларды дұрыстап қарасаңыздар оқушылар, себебі осы сұрақтар өте көп келіп жатыр дейді. Енді жақсы. Енді мен сіздерге қазір жалпы болған бір оқып шығайын, одан кейін осымен осы зумымызды аяқтаймыз, иә. Қауіпті ластану бірінші сұрақ, енді апатты деңгей 81-100, қауіпті деңгей жататын қалалар Теміртау, одан кейін қауіптікі 61-80, Шиеленскенге Ақтау, Шиеленскен деген ластанудың қанша пайызы? 41-80. Ана қате кеткен Шиеленскен 41-60 оқушылар дұрыс жауабы. Алтыншы сұрақ, қанағаттану деңгейде қалалардың бірі Нұр-Сұлтан, қанағаттану 21-40. Мен қай нәрсе айтып жатқан біліп тұрсыздар, Чигаркиннің бөлінісі ғой, бұлар айтып жатқанымыз. Қолайлы деңгейдегі аудандар Шөл, Шөлейтті, Таулы аймақтар, адам қоныстанбаған. Қолайлы бізде 0,20, бөлген Чигаркин. Табиғи ортаны сипаттайтын көрсеткіштердің бірі икемділік. Міне осы сұрақ тоже келген. Икемділік. Құрлықтың орман алып жатқан үлесі 26-8, дүниежүзінде ағаш сүрегінің қоры 330 миллиард, жыл сайын FAO дерегі бойынша 6 миллион. Осы сұрақ келді. Осы 6 миллион деген сұрақты айтқан болатын оқушылар. Орманның жойылуы көп байқалатын аймақ Амазонканың жағалаулары, немесе Амазон ормандары. Эрозия әсерінен жыл сайын пайдаланудан шығып қалады 6-7 миллион. Антропоген шөлейттерінің көлемі 10 миллион. Жер қорының антропоген шөлейттен ұшыраған 8%. Мына жылынумен болатын эффект, жылжа эффекті немесе папоротник эффекті деп аталады. Озонның 40% анықталған станция Халли Бей. Мына сұрақ тоже алдыңғы жылы бұтта алған. Одан кейін озонды ыдырататын қосықтар шектеуге арналған келісім Монреаль хаттамасы. Озон қабатын қорғауға алынған алғашқы халықаралық келісім Вена конвенциясы. Байқоңыр қауіпті деңгей, Іле шу өзендері Шиеленскен, Қапшағай Шиеленскен. Байқап тұрсаңыздар, мына детальдарға қатты түсу керек. Неге түсеңіздер, ана кестеде 47 аймақтың бәрі жазылған, соның бәрін жаттау керек болып тұр. Саяқты текелі Шиеленскен, Сырдария бұл бізде қауіпті деңгей. Және соңғы екі сұрақ, Возрождение полигоны ол бізде қауіпті, аралда орналасқан. Және Есіл өзені ол бізде қанағаттанарлық деңгей деген жауаптар тұр екен. Жақсы оқушылар, осымен бүгінгі зум талдауым сабағымызды аяқтаймыз. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Бұйырса осыны YouTube-қа жүктеп қоятын боламын. Егер де алдағы уақытта тағы бір қайталап жіберемін дейтін болсаңыздар, енді екіге бөліп жүктейтін шығармын. Сау болыңыздар. Алла қаласа тағы да кездескенше бұлттарыңыз сәттілік, тек жақсы нәтижелерді бағындырып, өмірде жетістікке жеткен тұлғалардан болуыңызды Құдай нәсіп етсін. Жақсы, сау болыңыздар оқушылар. Бұл жақыңыз нені конференция аяқтай беріңіз. Осымен сабағымызды тәмамдаймыз.